Сәлем. Мына жақ шулы болып тұр. Мен қазір Варшавадамын. Әдемі қала. Бұл менің кешегі көп ойлама дегеннің жалғасы. Ойға сыймайтын заттарды, өйтіп рационалдық жасауға келмейтін заттарды өйтіп көп ойлаудың мүлде қажеті жоқ. Ол әсіресе біздің эмоцияларымыз туралы. Саған біреу ұнамаса, немесе сен бірдеңе қаласаң, бір зат жегің келсе, оны ойлап, көп ойлаудың қажеті жоқ. Оның себебі неде екен деп. Сен үйтсең, миыңның шырманына кіріп, шалмай қаласың, шармауығына кіріп, шалмай қаласың. Сондықтан сен бар затқа қалай бар, солай қабылдай біліп, сонымен жұмыс жасауың керек. Тамақ жегің келсе, тамағыңды жеп ал. Жоқ болса жемейсің. Бірақ оны ішіне кіріп, түсініп, мен неге тамақ жегім келді, мен неге мынаны істегім келді, оны істеген дұрыс па? Оны себеп былай істесем былай болсын, жоқ былай істесем болмайды деп көп ойланудың қажеті жоқ. Бірдеңе қаладың ба, ойланба. Істе не істеме деп мен өзіме айтып жатырмын.